Белгілі француз жазушысы Антуан де Сент-Экзюперидің «Кішкене шahзада» атлы шығармасы. Бұл дүния әдебиетінің ұлы шығармаларының бірі. Шушы «Кішкене шahзада» түлкі һәм жылан бұл философиялық ертектің тикарғы қахрамалары. Өз планетасын таслап кетіп, әлем бойлап саяхат еткен «Кішкене шahзада» өмірдің мазмұны не екенін түсінеді. Ол туылған планетасында өз гүлін сүюі, оның қадірін білуді үйренуі керек екен. Шығарма жас өспірімдер һәм үлкенлер үшін бірдей қызықлы һәм мәнілі. Леон Бекке. Мен бұл кітабымды үлкен адамға бағышлағаным үшін балалардан кешірім сұраймын. Бұнда өзімді былай ақлаймын. Осы үлкен адам менің ең жақын достым. Және дағы ол дүниядағы барлық нәрселерді, соның ішінде балалар кітапларында жақсы түсінеді.